Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып жаратылыстану 27-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы табиғи жарық көздері. Балалар, қай суретте күндізгі көрініс, қай суретте түнгі көрініс бейнеленген? Қаладағы нысандар неліктен түнде анық көрініп тұр? Қалай ойлайсың? Өз ойыңмен бөліс. Жарық көзі – жарық шығаратын дене. Жарық көзі табиғи және жасанды болады. Табиғатта өздігінен жарық шығаратын денелер табиғи жарық көздеріне жатады. Мысалы, күн, жұлдыздар, найзағай. Күн жердің бетіндегі ең басты табиғи жарық көзі. Күн жарық түсіреді, жылу тартады. Күннің сәулесі болмаса, жердің бетін қара түнек басар еді. Күннің жылуы болмаса, жердің беті мұзға айналар еді. Осы мәліметпен келісесіңдер ме? Суреттерге қара, ортақ қасиеттерін ата. Қайсысы артық? Неліктен? Бірінші сурет, бұл жерде күн. Және мына жерде екінші суретте жұлдыздар бейнеленген. Екеуінің ортақ қасиеті неде? Қалай ойлайсың? Балалар, бұл екі суретті салыстыратын болсақ, екеуінің ортақ қасиеті жарық береді. Және екеуі де табиғи жарық көзіне жатады. Астындағы суретке назар аударайық. Жарқырауық қоңыз және найзағай. Балалар, бұл жерде қоңыз бен найзағайды салыстырайық. Қоңыз бізге жарық бере алады ма? Жоқ, әрине. Ал найзағай ше? Найзағай бұл табиғи құбылыс. Бұл жарқылап найзағай түскен кезде бізге жарық береді. Яғни найзағай табиғи жарық көзіне жатады. Бұл төрт суретті жалпы салыстыра келсек, бұл жердегі артығы жарқырауық қоңыз. Ол өзі жарқырауық қоңыз болғанымен, балалар, ол бізге жарық сыйлай алмайды. Сол себептен бұл жердегі артық сурет осы. Қармақшы балық, жарқырауық қоңыз, медуза, денесінен сәуле шығару қасиеті бар тіршілік иелері. Суреттерде, мына суретте балық, қармақшы балық деп аталады. Мына сурет жарқырау қоңыз, мына сурет медуза. Табиғатқа серуенге шыққанда күннен қорғану керек. Бас киім киюді ұмытпа. Көзіңе күннен қорғайтын көзілдірік ки. Ай жарық көзі емес. Айдың өзінің сәулесі болмайды. Күн түсіп тұрған жағы ғана жарық болады. Табиғи жарық жер бетіндегі тіршілік үшін өте маңызды. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.